Сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге жасалу жолы оңай салатты үйрететін боламын. Менің каналым ұнаса, тіркеліп қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ең алдымен сырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, кубик етіп турап аламыз. Содан соң колбасамызды да бірнеше бөліктерге бөліп, осылай кубик етіп турап аламыз. Енді қиярымыздың сыртын ашып, тоже кубик етіп турап аламыз. Жұмыртқамыздың сарысы мен ағын ажыратып, ағын да кубик етіп турап аламыз. Бәрін турап алдық, жүгерімізді салып, майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Қонақ келгенде тез-ақ дайындалатын салаттардың бірі. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.